Кайрылуу күн кызылордалыктар, быйыл каламыздагы көп кабаттуу тургун үйлөрдүн аулаларын абаттандыруу жумуштары жанданды. Дәл азыр биз, маселен, Абай даңгылындагы көп кабаттуу тургун үйдүн ауласында турмуз. Бул аула 10 жылкы жылдай жөндөө көрмөгөн экен. Дархан Таялуулу, осы көп кабаттуу тургун үйлөрдүн аулаларын абаттандыруу жумуштары быйыл 17 аулада жүргүзүлөт экен. Бул жобада кандай жумуштар камтылады? Кала боюнча быйыл аймак башчысынын колдоо менен каржы бөлүнүп 17 ауланы абаттандыруу жумуштары баштап алды. Мына жаяу жүргүнчү жолу, тротуар деймизби? Машина жүрөтүн жол, сосын автотурак машиналарга және де абаттандыруу жасыл желектерге арналган орундар. Жумуштарды кабылдоо актысы калай жүргүзүлөт? Кабылдоо жумуштары енді бұл мерзімі осы қыркүйек айында кабылдайтын боламыз. Техникалык кадағалаушы болады. Техникалык кадағалаушымен бірігіп, осы жолдың сапасына, мына бордюрлердің сапасына аса мән береміз. Азыркы таңда канча ауланы абаттандырып болдуңуздар? Осы кезде енді 17 ауланың 7 ауласы толығымен аяқталды. Қалған 10-да құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Ода енді бір ай ішінде аяқтаймыз деген жоспарымыз бар. Ауқымды жоба келер жылы жалғасын табадымы? Мен қарай, неге жасамасқа? Жасаймыз әлі. Құрметті қала тұрғындары, дәл осындай абаттандыруу жұмыстарына қала тұрғындарының разы екенін білеміз. Ендігі жерде өздеріңізден ұсыныс күтеміз. Сіздермен бірге болған Әсел Жұмабек, жағымды жаңалықтарымыз көп болғай.